Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі. Бүгін ауа райы керемет. Маған осы YouTube каналдан осы балықтарды қыс уақытында қалай сумен қамтамасыз етесіз, суды жалпы қайдан аласыз, және де мен өзімнің роликтерімде қысқаша айтып өткен, бірақ сол жайлы нақтырақ мәлімет бере кетейін деп шештім. Біз естеріңізде болса, алдағы роликтерде айта өткенмін, жер асты суы кәдімгі қазылған, шамамен тереңдігі 7-8 метрден 7-8 метр, даже одан да жақын болуы мүмкін. Суды насоспен айдаймыз. Ал кеттік. Достар, біздің насосымыз осындай. Бұл кәдімгі ескі насос. Бұны жаңа әкеміз орнатып берді. Мынау кәдімгі біздің неміз қазылған құбырымыз. Ол енді кез келген ауылды жерде бар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Бұл моторды біз сақтап жүргенбіз. Бұл өте ескі, көне мотор. Нағызына 380 тоқ көзіне арналған. Ана шлангілеріміз 32-лік шлангы, 32 мм шлангы. Пластик, базарда, кез келген базардан алуға болады. Бұл моторды біз әбден тазалап құрастырдық. Өте тот басып, біраз жерлері жарамсыз болып қалған еді. Жоқ, қазір тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Бізге енді жалпы жұмысты ары қарай жалғастыру үшін дәл осындай тағы біреу, запасный тағы біреу болуы керек. Және достар, тереңдігі неғұрлым терең болғаны жақсы дейді. Мен де нақты біле бермеймін. Мына яманың, шұңқырдың терең болғаны жақсы екен. Өйткені мотор суды лақтыруға емес, тартуға көп күш жұмсайды екен. Сондықтан неғұрлым терең болса, соғұрлым жақсы болады. Және де міндетті түрде үйшік жан-жағынан шағын үйшік құрастырған дұрыс. Үстін жауып, ол кезде моторыңыз қыс уақытында мүлдем қатпайтын болады деуге болады. Өйткені білесіздер, біз жақта ауа райы қыста онша қатты болмайды, күн жылы. Енді мен сіздерге жаймендеп осы судың шлангының бойымен көрсетейін тоғанымызды. Міне осылай суымыз барады. Шлангыны бойлап біз көбінесе кеш уақытында қосамыз, таңертеңгі уақытқа дейін. Қазір уже сөндіретін де уақыт болып қалды. Ауа райы керемет. Екі үйрегіміз жүр. Міне суымыз. Қарқыны жақсы. Көлімізді азанғы таңертеңге дейін бір қалыпта ұстап тұра алады, толтырады. Біздің баста осы жұмыс барысында суымыз тез сіңіп кете беретін. Осы тоғанымызда қазір жоқ, жаман емес. Жерге сіңуі айтарлықтай азайды. Міне достар, барлық жұмысымыз осы.
судың температурасы, мен қаңтар айында арнайы аппаратпен судың температурасын оттегі режимін тексердім. Оттегі 6,5, 6,2 миллиграмм литр. Судың температурасы 14-15 градус аралығында болды. Демек бұл қыс уақытында балықтарға өте жақсы деген сөз. Өйткені сазан, амур, дөңмаңдай, жалпы біздің Сырдарияда мекендейтін балықтардың барлығы жылы суда жақсы өсетін балықтар болып табылады. Мына үйректерді осындай не жасаса, көл жасасаңыздар, балықтарыңыз 100 граммнан төмен болса салмағы, үйректі отырғызбаған дұрыс. Бұлар майда балықтарды өте жақсы жейді. Негізінен технологиясы бойынша 1-2 жастық, жаңа духлетка дейміз, өзі 2 жастық балықтармен отырғызады бұл үйректерді. Сонда бұлар селбесіп тіршілік етеді. Симбиоз, бір-біріне кедергі келдірмей. Біз екі ортасынан мен аэрация болсын деп әдемі мынандай труба қойдым. Су жоғарыдан шорылдап тұрғаны дұрыс. Себебі су жоғарыдан төмен түскен кезде оттегімен судың құрамын, көлдің құрамын оттегімен қамтамасыз етеді. Шамаларыңыз болса, компрессор қосуларыңызға болады. Енді ол оттегі нашар болған жағдайда балықтарыңыз өзі белгі береді. Оттегі нашар болса, егер көліңіздің құрамында, балықтарыңыз өзі бетіне шығып, аузын ашып, ауа жұта бастайды. Оны білесіздер. Бізде мына жерде бір жалғама бар. Осы жалғама арқылы қыс уақытында қатты суық болды деген жағдайда моторды өшірген сәтте осы жерден ашып суды төгіп жібереміз. Жалпы біз 2019-2020 жыл қыс айларында ондай қатты суық болған жоқ. Міне достар, жұмысымыз осындай. Моторымыз бір қалыпты жұмыс істеп тұр. Қазір оны өшіретін боламын. Төрт-бес тәулік тоқтамай жұмыс істейді екен бұл моторлар. Міне қазір өшіреміз. Ал достар, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Кемшіліктер болса айтыңыздар. Комментарийға міндетті түрде жазуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Абай атамыз айтқандай, биыл 175 жылдығы деп жатыр. Ғылым жайлы айтқан бір сөз, жақсы сөзі бар. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Сондықтан кәсіпке, ғылымға көңіл бөлейік. Қош сау болыңыздар.